Жас мұғалім жұмыс үстінде өз-өзіне қол жұмсады. Сондықтан бұл іс кеңінен танымал болып, полиция тыңғылықты тергеуді бастады. Оқушылардың ата-аналары бөлімге отбасындағы және жеке өміріндегі қиындықтар себеп болғанын айтты. Бірақ мұғалімнің достары мен туыстары мұның бәрін жоққа шығарды. Марқұм мұғалімнің ағасы әлеуметтік желілерде әпкесінің жеке өмірінде ешқандай отбасылық проблемалары болмағанын, сондықтан полиция оқушылардың ата-аналарына мұқият жауап алуы керектігі туралы ұзақ жазба жазды. Бұл оқиға Корей қоғамын таңғалдырды. Көптеген мұғалімдер оқушылардың ата-аналарының қысымы мен мектеп басшылығының қолдауының жоқтығы туралы осы оқиғалармен ұқсас оқиғаларды бөлісе бастады. Мысалы, аналардың бірі мұғалімнен баласының түскі ас кезінде көкөніс жейтініне көз жеткізуін сұрады. Өйткені үйде ол да көкөністі нашар жейді.